Сәлем достар, менде жаңа рубрика нарезка фруктов. Балаларыма иммунитеттерін көтеру үшін осылай кесіп беремін. Бүгін мен қарапайым, бірақ өте пайдалы екі жеміс таңдадым. Апельсин мен банан. Күнде жеп жүрген бананның құрамында қандай дәрумен бар екенін білесіз бе? Банан В тобының витаминдеріне кальций, магний, темір, даже С витамині де бар екен. Енді күнде жеп жүрген бананыңыздың құрамында қандай витамин бар екенін біліп отырасыз. Апельсинге қарасам, қолымда кішкентай күн тұрған сияқты көрінеді. Шынымен қанық түсі, түрі күнге ұқсайды, иә достар. Оны кескен кездегі иісі өте ерекше. Апельсин мен мандарин иісін бірден жаңа жылды есімізге түсіреді, иә. Тынысымды ашатын ызғар суық, қардың сықырлаған дауысы, елка бірден мені жаңа жылды есіме түсіреді. Сіздер апельсиннің иісін иіскегенде қандай оқиғамен байланыстырасыздар? Комментарийге жазып кетіңіздер. Айтпақшы, сіздер бұл жемістерден витамин пайдасын күшейтіп, йогуртқа араластырып жесеңіздер болады. Сол кезде фруктовый салат болады. Ал тәтті қаласаңыз, бетіне шоколад ертіп, тәттімен өзіңізді қуантсаңыз болады. Достар, мені қолдап тіркеліп кетіңіздер. Достарыңызға осы видеоны жіберіп қойыңыз. Оның да апельсин жегісі келіп кетсін.